ол бірінші сұрақ ауыл шаруашылық министрлігіне сұрақ қояр алдында бірінші жалынды сәлемімді Тамара Қасымовнаға жолдағым келіп тұр. Тамара Қасымовна, 1-2 жыл бұрын мынау президенттің кеңесшісі болып тұрған кезінде сізбен видеоконференцияға шыққанбыз. Сонда солтүстік Қазақстан облысының Бостандық деген ауыл бар. Ауыл тұрғындары жайылымды жерлерінен айырылып қалған. Сонда сіз жеке маған және ауыл тұрғындарына уәдеңізді төгіп бергенсіздер. Мен әп-әдемі түк білмегенде енді қазір министрліктің қызметіне отырдыңыз. Сондықтан да мен осы мүмкіндікті пайдаланып сізден ауыл тұрғындарының жалынды сәлемді жеткізіп отырмын. Енді мен ауыл шаруашылық министріне мен тиісті сұрағым. Біз жер аманаты республикалық комиссиясы нәтижесінде 8,5 миллион гектар жерді қайтардық. Ол жер аманаты комиссиясының үлкен жұмысы. Міне, ол ең біріншіден, ол бірінші қайтарылған жерлер, бұл жайылымды жерлер. Халықтың мал жаю үшін бірінші ол жайылымды жерлерін қамтамасыз ету үшін. Бірақ та соңғы уақытта біз теріс сигналдарды алып отырмыз. Қандай сигналдар? Мынау біздің қайтарған жайылымды жерлеріміз, жергілікті мынау әкімдер, жемқор әкімдер, оны оңды солды жергілікті олигархтарға және бай қуаттыларға қайттан беріп отыр. Сондықтан да мына жерде отыр ма, мынау Айдарбек Сапаров, білмеймін, жауап берсін. Ол ақпарат бар ма? Ол әкімдер кім? Аты жөндерін бәрін осы жерде атасын. Рахмет. Ауыл шаруашылығы министрлігінің микрофонын қосыңыздар. Сұрағыңызға рахмет, Бақытжан Жұмабекұлы. Мен жауап берейін. Айдарбек Сапар CPL қазір сапарда орнына қатысып отырмын. Жер аманаты комиссиясы бар, үкімет бар. Жалпы 8,6 миллион гектар жер қайтарылды. 2,8 миллион гектар жер айналымға енгізілді былтырғы жыл басынан. Рас, мемлекет атқарушы орган мемлекеттік орталық аппарат қайтарғанмен жерді бөлу рәсімі жергілікті атқарушы органдар, яғни әкімдіктердің қолында. Былтырғы жылдан бері осы 8,6 миллион гектардың қайтарылған, 2,2 миллионы қайтадан бөлініп берген. Бірақ бір айта кетерлік жайт, бұл жерде 1,6 миллион гектары елді мекеннің жайылым жерін кеңейтуге берілген. 600 мың гектары елден шалғай жерлер әрине бөлініп берілді. Бұл жерде бүкіл облыстар бойынша жер берілді, ол мына облыс деп бөліп жаруға болмайды. Ішінде бұзушылықпен берілгендері бар. Қайтарып, бірақ та қайтадан берген әкімдіктер бар. Ол бойынша білесіз, заңнаманы жетілдіру керек. Қазір қолдағы механизммен әкімдіктерге ешқандай шара көру көзі жоқ. Сол себепті бұл мәселені заңнаманы жетілдіріп, әкімдіктерді шара қолданатын норма енгізгеннен кейін тиісті шаралар қабылдаған дұрыс шығар. Жалпы ауыл шаруашылық министрлігі тарапынан қайтарылған жерлерді бірінші кезекте елді мекеннің жайылым жерін кеңейтуге, халықтың мұң-мұқтажын қанағаттандыруға әкімдіктерге үнемі ескертіп айтып отырмыз.